Қазақстан халқы 1997 жылдан бері 31 мамыр күнін саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні ретінде атап өтіп келеді. 1927-1953 жылдар аралығында қазақ жерінде 125 мыңнан астам адам қуғын-сүргінге ұшырады. Оның 25 мыңы ату жазасына кесілді. 1931-1933 жылдары өркениетті қоғам құру шаралары бүкіл елді тығырыққа тіреді. Ашаршылықтан 6,2 миллион халықтың 2,1 миллионы опат болды. 1,578,000 халық атамекенін тастап кетті. 1937-1938 жылдары 1 миллион адам атылып, 2 миллион адам тұтқында өлген. Қазақстандықтардың 44 мыңы түрмеге түсіп, оның 22 мыңның атылғанын айтады. Қазақ халқына қасірет әкелген сол бір аумалы төкпелі жылдарда мыңдаған адам жазықсыз түрмеге тоғытылды, аяусыз атылды, туған жерінен айдалып кете барды. Ұлтын сүйген азаматтар тоталитарлық жүйенің құрбанына айналды. Ел үшін жанын берген әрбір тұлғаның есімі тарих беттерінде алтын әріптермен жазылатыны сөзсіз.